Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Мынау бізде иірмен деп аталатын шөп. Бұл иірмен деген шөпті қазіргі күздің уақытында, қазіргі кез емес, біраз күзгі уақытта бұл әбден піседі. Сол кезде бұрын өзіміздің әкелеріміз ұзын күйінде осындай қораға төбесіне қойып тастайтын. Сосын малдар ашылайтын уақыт болады. Көктем уақытында малдар ашылаған кезде осы кептіріліп тұрған иірмендерді малға беретін болса, осы ашылауы басылады, ішіндегі құрты өледі деп айтып жататын. Міне менің өлкемнің, менің туған ауылымның осындай біздің, былайша айтқанда, қорамыздың артындағы шөптің өзі біздің осы малдарымызға өте пайдалы. Сонымен бірге міне жерде міне